Саламатсыздар ма достар? Бүгін 10 минутта дайындалатын түрік дөнерінің нанын пісіретін боламыз. Қарап отырсаңыздар, осындай ерекше дәмді болып шығады. 10 минутта дайын болады. Ортасын кесіп, ортасына неше түрлі қалаған нәрселеріңізді салып жеуге болады. Сармай жағуға, көкөніс, ет салып жеуге болады. Ол үшін бізге қажет 200 грамм сүт, жылы сүт. Дәл осы 200 грамм сүтпен дәл осындай жылы су құямыз. Яғни екеуін жақсылап араластырып алып, үстіне жарты шай қасық дрожжи саламыз. Болар болмас. Сосын татымына қарай әрине тұз саласыздар. Сосын осыны жақсылап араластырып, үстіне 2 ас қасық май, сұйық май құямыз. Жұмсақ болу үшін. Сосын қалауынша ұн саламыз. Ұнды қатты қылып баспаймыз. Сұйқылтым болу керек. Лепешкамыз жұмсақ болу үшін сұйқылтым қылып басамыз. Қанша ұн кететінін өлшемедім. Керегенше саласыздар ұнды. 300 граммдай ұн кетуі мүмкін, 400 граммдай. Осындай сылқылдақ болып тұру керек. Қатты басудың қажеті жоқ. Қатты бассақ, лепешкамыз тастай болып қалады. Міне осылай сылқылдақ болып тұрады. 40 минуттай көтерілдіріп алып, тағы бір басып қоямыз. Бетін жауып, жылы жерге. Содан кейін тағы да бір 10-15 минутқа қойып, көріп отырғандарыңыздай сылқылдақ болғасын, жабысқақ ұн молдау қылып салып, осылай дөңгелектеп аламыз. Көріп отырғандарыңыздай мен 6 бөлікке бөлем. Негізі 8 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Теңдей қылып 6. Яғни 6 лепешка пайда болады менде. Осы 6 лепешкамды дөңгелектеп аламыз. Дөңгелектеп осылай пакетпен бұқтырып жауып қоямыз бір 5-10 минутқа. Яғни кішкене көтерілген дұрыс. Кәдімгі пакетпен бұқтырып жауып қойдым. 5 минуттың ішінде мен бетіне жағатын начинкасын дайындап аламын. Оған жұмыртқаның сарысы, ағын алып тастадым. Және үйдің қаймағын қостым. Кез келген йогурт, дүкеннің қаймағын қоссаңыздар да болады. 3 жаңағы лепешкеге жететіндей қылып, осылай араластырып дайындап алдым. Әбден былғап. Енді лепешкелерімізді жайлап алып, табамызға саламыз. Табамызға алшақ қылып саламыз. Себебі дейтін қазір қолмен жайған кезде бір-біріне кедергі болмайтындай қылып. Енді қолмен басып жайып аламыз, бір келкетіп барлығын.
осылай басып жайып аламыз саусақтарымызбен. Енді жайып алғаннан кейін үстіне жаңа дайындаған жұмыртқа мен қаймағымызды жағып шығамыз. Яғни өзіндік дәмін және сәнін келтіріп тұрады піскен уақытта. Бір қасықтан құйып шығамыз, қалғанын үстіне тағы да еселеймін. Яғни осы бір жұмыртқаның сарысы 6 лепешкеге молынан жетеді. Енді осыны қызып тұрған пешімізге саламыз. 250 градуста 10-15 минутта пісіп шығады. Көріп отырғандарыңыздай көтерілген кәдімгідей. Үріліп, көтеріліп, әп-әдемі. Яғни нағыз түріктің донерінің наны шықты. Дайындап көріңіздер, ас болсын. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, пікір қалдырыңыздар. Дәмі ерекше, табиғи. Жасауға кеңес берем. Көріп отырғандарыңыздай әп-әдемі лепешка пайда болды. Ортасын кесіп, неше түрлі нәрсе салып жеуге болады.